Түркістан қаласы тегі бір, тарихы ортақ түркі елдерінің түпқазығы. Қала жыл санап көркейіп келеді. Мұнда жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірі мен еліміздің әр аймағынан миллионнан астам адам келеді. Туризмді дамытып, саяхаттап келушілерге сапалы қызмет көрсету мақсатында жергілікті билік бірнеше жобаларды қолға алған. Ең көп инвестиция тартылған, мысалы үшін көбінесе мынау мемлекеттік инвестициялар, жалпы айтқанда әлеуметтік нысандар бойынша, яғни мемлекеттік тарапынан құйылған инвестициялар, одан бөлек жеке кәсіпкерлердің инвестициясы, оның ішінде айтып отырғанымыз. Ең ірі инвестиция мынау Керуен-Сарай көпфункционал туристік кешеніне салынған Түркия елінің Silkway Harbour компаниясының салған инвестициясы. Оның 47 миллиардын жеке инвестиция көлемінен салынған болса, ал 40 миллиардын Қазақстан даму банкі арқылы ұзақ мерзімді несие арқылы жүзеге асырылып отыр. Біз бұл жұмыстарды ешқашан тоқтатпаймыз. Әрине облыс деңгейінде облыс әкімдігінің басшысы осы инвестиция тарту бойынша да жұмыстар атқарып келе жатыр. Түркия болсын, Біріккен Араб Әмірліктері болсын, басқа да елдерден инвестиция тарту жұмыстары әрі де жалғасын тауып келеді. Оның ішінде ең ірі біздің қазіргі жобамыз, жоспарлап отырған жобамыз, оның Қасқасу тау-шаңғы базасының іске асыру. Бұл бойынша да көптеп жұмыстар жүргізілуде, инвесторлармен кездесулер өткізілуде. Қазіргі уақытта Түркістан қаласының тарихи орталығының аумағында жеке инвестициялар есебінен Керуен-Сарай көпфункционалды туристік кешені іске қосылды. Бұл кешенде қолөнершілері бар жабық базарлар, шығыс базары, сауда орталықтары, су арнасы, ойын-сауық орталығы, сондай-ақ халықаралық деңгейдегі қонақ үйлер жұмыс істеуде. Жоба өңір экономикасын дамытуға елеулі үлес қосады, жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді. Содан бөлек мынау Түркістан қаласының жанында қазір туристік рекреациялық аймақ жүзеге асырылып жатыр. Осы жылы қазіргі бірінші фазасы аяқталып отыр. Ол жерде жағажай туризмін дамыту іске қосылып отыр, яғни жасанды көл арқылы. Және де мынау еске кесу каналы дейді ғой, яғни жаңағы гребной каналдар. Оның да жобасы болашақта іске қосылу жоспарланып отыр. Туризм саласының мамандары ішкі және кіру туризмін басым дамуын ескере отырып, 2025 жылы туристер ағыны мен келушілер санын 2 миллион адамға дейін арттыруды мақсат етіп отыр. Алайда пандемия мен жағдай тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде туризм саласына үлкен әсер етіп отыр.